Саламатсыңдар ма балалар? Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз менің сыныптастарым. Бүгінгі сабақта оқулықта берілген және қосымша тапсырмаларды орындау, мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау, сыбырлақ бала қандай екенін ұғыну, сұраққа жауап беріп, өлең бойынша толық талдау жасау. Балалар, бүгін біз менің сыныптастарым тақырыбында сабақ өтетін боламыз. Алдымен сыныптасың туралы не айтасыңдар? Қане бірге айтып көрейік. Сыныптасының атын жазамыз. Сенің досыңның аты кім? Ол сабақты қалай оқиды? Қандай іс-әрекеті ұнамайды? Досың нені ұнатады? Досың саған несімен ұнайды? Осы сұрақтар төңірегінде жауап беріп көрейік. Бүгін біз Асқар Тоқмағамбетовтің сыбырлақ өлеңімен танысамыз. Бір бала бар сыбырлақ, аузы мұрны жыбырлап, әсте тыным таппайды, құлағыңа сыбырлап. Өзі де түк ұқпайды, отырғанда дыбырлап, тыңдатпайды басқаға, шыға қалса тақтаға. Аузын ашып қымыңдап, түк айталмай ыңылдап, қалды дей бер сыбырлақ, бостан босқа жыбырлап. Балалар, сенің сыныбыңда сыбырлақ оқушы бар ма? Өлең не туралы екен? Өлең тыным таппайтын, үнемі сабақта тыныш отыра алмайтын сыбырлақ бала туралы екен. Осы сыбырлақ баланың жақсы жақтары бар деп ойлайсыңдар ма? Егер ол сабақта тыныш отырып, ұстазын тыңдаса, сонымен қатар қасындағы балаларға кедергі жасамай отырса, ол міндетті түрде сабақты жақсы білетін болады. Бұл өлеңнің авторы Асқар Тоқмағамбетов. Ол Қызылорда облысында дүниеге келген ақын әрі жазушы. Оның Батыр Әли атты жыр жинағы бар. Сыбырлақ балаға мұндай жаман әдеттен аулақ болу үшін қандай кеңес берер едіңдер? Қане өз ойларыңды айтып көріңдер. Балалар, біз білімді, тәртіпті оқушы болу үшін біз мектеп ережесін сақтауымыз керек. Мектеп ол балаларға білім беретін мекеме. Сондықтан да оқушылардың барлығы мектептің ережесіне бағынуға міндетті. Мектеп ережесіне сәйкес бірыңғай мектеп формасын киюге міндетті. Сонымен қатар, мұғалімнің түсіндірмесін мұқият тыңдап, тапсырмасын орындау керек. Сабақтан себепсіз қалмауға, сабаққа кешікпей келуге міндетті. Сыныпта басқалардың білім алуына кедергі келтірмеу керек. Оқу құралдарыңды түгелдеп әкелу керек. Сынып жұмысына белсене қатысып, достарыңа көмектесуді ұмытпа. Мектеп дәлізінде жүгіруге болмайды. Сонымен қатар, сыныптастарының заттарына рұқсатсыз тиісуге болмайды. Егер сендер осы мектеп ережесін сақтасаңдар, сендер өте білімді, ақылды шәкірт болып өсесіңдер. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңдар балалар.